Баршаңызға сәлем. Ең дәмді әрі ерекше пала дайындаймыз. Ең алдымен қажетті пияз және сәбізімізді тазалап, жақсылап жуып аламыз. Және өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Мен осылай сақтап турады жөн көрдім. Сәбізді көрсеткенімдей ұзыншалау етіп турап аламыз. Енді күрішімізді алдын ала жуып, дайындап қоямыз. Маған 2 кесе күріш қажет. Мен күріштің баракат түрін қолданамын, өте жақсы шығады. Күріш тазарғанша қайталап 5-6 рет суық суда жуып аламыз. Қазанымызды қыздырып, сұйық құямыз. Сұйық қызған соң, пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Мінеки пиязымыз қызарғанша қуырылды. Енді сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Майыңыз сарғаю керек. Мінеки, енді күрішімізді салып, бірге қуырамыз. Міндетті түрде жақсылап араластырып тұру қажет, асты жабыспас үшін. Күрішіңізді жақсылап араластыра отырып 5 минуттай қуырып аламыз. Асты жабысып қалмас үшін күрішіңізді араластырып отыруды ұмытпаңыз. Ендігі кезекте қайнап тұрған ыстық су құямыз. Яғни 2 кесе күрішке 3,5-4 кесе су құясыздар. Мен толтырмай 4 кесе құйдым. Сонда 1:2 пропорциясын қолданасыздар. Тұзын салып, қайнаған соң баяу отта қақпағын жауып қоямыз. Және пергамент қағазын төсеңіздер болады. Сонда күріштеріңіз міне шашыраңқы болып жабыспай піседі. Піскеннен кейін 5 минутқа тындырып қойыңыздар. Менде алдын ала піскен ет. Піскен етімізді алдын ала қызған тавада қуырып аламыз. Мінеки ерекше әдіспен дайындалған әрі дәмді күрішіміз дайын болды. Астына күрішімізді салып, бетіне жаңағы піскен етімізді саласыздар. Өте дәмді шығады, менің отбасыма ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Сонымен қатар басқа да қызықты әрі пайдалы рецептерді менің каналымнан көре аласыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.